Компьютерлік сауаттылық курсы файлдар және папкалармен жұмыс істеу. Ең алдымен папкалармен қалай жұмыс істейтінімізді көрсетейін. Папкаларды құра аламыз, атын өзгерте аламыз, өшіре аламыз. Бір орыннан екінші орынға көшіре аламыз, немесе көшірмесін жасай аламыз. Ең алдымен папканы қалай құратынымызды көрсетейін. Бос орынға тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Пайда болған менюде создать бөлігіне келемізді, папканы таңдаймыз. Көріп отырғандарыңыздай, бізде бірден жаңа папка пайда болды, және де оның аты бірден новая папка деп аталады. Көріп отырғандарыңыздай, ол ерекшеленіп тұр. Демек, қазір біз пернетақтада өзіміз қалаған атты беретін болсақ, ол өзгереді. Мысалы, бұл жерге біз менің құжаттарым деген ат берейік. Осылайша біз жаңа папка құрып, оның атын бердік. Егер атын дұрыс жазбасақ, немесе оны өзгерткіміз келсе, осы папканың үстіне тінтуірді апарып, оң жақ батырманы басамыз да переименовать, яғни атын өзгерту бөлігіне басамыз. Тағы да бәрі ерекшеленді. Кейін оңға, солға, немесе жоғары төмен жүретін бағдаршаларды басу арқылы белгілі бір бөлігін ғана өзгерте аламыз. Мысалы, менің құжаттарым деп емес, тек бас әріптен құжаттарым деп қана атап қояйық. Windows операциондық жүйесінде көптеген әрекеттерді ыстық батырмалар арқылы, яғни пернетақтадан белгілі бір батырмалардың комбинациясын басу арқылы орындауға болады. Жаңа папканы ашуды да дәл солай пернетақтадағы батырмаларды басу арқылы жасауға болады. Қандай батырмаларды басатыным экранда көрсетіліп тұрады. Біз қазір Ctrl, Shift батырмаларын басып тұрып, латын әрпіндегі N әрпін басатын болсақ, онда бізде бірден жаңа папка ашылады. Бұны жай осы өзінің атауын қалдырайық. Енді осы папкалардың ішін ашатын болсақ, әрине олар бос. Тіпті сәйкесінше сондай жазуды да көре аламыз. Это папка пуста дейді. Осы папканың ішіне қосымша басқа да папкаларды аша аламыз. Сол арқылы біз белгілі бір деңгейде жүйе қалыптастыра аламыз. Енді кейбір папка бізге артық, яғни керек емес болатын болса, онда сол папкаге оң жақ батырманы басамыз да удалить бөлігін таңдаймыз. Осы кезде біздің папка өшіріледі. Бір ескеретін жайт, егер папканың ішінде белгілі бір файлдар болатын болса, олар да сол папкамен бірге өшіріліп кетеді. Сондықтан папкаларыңызды өшіру кезінде өте мұқият абай болыңыз. Енді папкаларды көшіруге болады. Мысалы, біз тест папканы алып, оң жақ батырманы басайық та копировать батырмасын басайық. Ештеме болмаған сияқты. Бірақ олай емес. Қазір осы папканың көшірмесі біздің компьютеріміздің жедел жадында тұр. Жедел жадының белгілі бір бөлігінде алмасу буфері деген бар, сол алмасу буферінде орналасқан. Ол папканы біз көшірмесін қайтадан алып, бір жерде оны көзбен көру үшін қай жерге сол папканы көшіргіңіз келеді. Мысалы, біз осы папканы көшірмесін мына құжаттарым деген папканың ішіне жасайық. Ол үшін осының ішіне, қалаған папкамыздың ішіне кіріп, тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз да, енді вставить пунктін басамыз. Байқағандарыңыздай, біз папканың көшірмесін алдық. Бұл көшірмесін алу операциясы болған. Сәйкесінше дәл осы әрекеттерді ыстық батырмалар арқылы орындауға болады. Ол үшін көшірмесін алғымыз келген папкаға барамыз, оны ерекшелейміз. Пернетақтадан Ctrl және де латын C әрпін басамыз. Тағы да біздің папкамыз алмасу буферінде, оны қалаған жерімізге қою үшін қалаған жерімізге барып, тінтуірдің батырмасын басамыз да Ctrl латын V әрпін басамыз. Егер папкамыздың көшірмесі өзі орналасқан орынға келетін болса,
онда екі папка бірдей атаумен сақтала алмайды. Сондықтан көшірменің атының қасына копия деген сөз қосылып жазылады. Енді осы папканың атын өзгертудің тағы бір жолын көрейік, және де сонымен қатар соңғы әрекет кесіп алу әрекетін сізге көрсетемін. Кез келген объектінің, біздің жағдайда папканың атын өзгертудің оңай жолы, осы объектіні ерекшелегеннен кейін осылай көк түспен атына бір рет тінтуірдің сол жақ батырмасын шерту керек. Содан кейін біз сол атауды өзгертуге мүмкіндік аламыз. Мысалы, жай бір деген ат берейік. Енді осы папканы біз көшірмей кесіп алып басқа жаққа апарайық. Ол үшін папкаға тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Выразить пәрменін таңдаймыз. Байқап отқандарыңыздай, бұл папкамыз сәл бұлыңғыр болды. Енді оны қай жерге апарғымыз келеді? Сол тұсқа апарып, алдындағыдай вставить батырмасын басамыз. Енді бір папкасы осы жаңа құжаттардың папкасының ішіне келді. Алайда оның ескі орнында ол енді жоқ. Өйткені біз оның ескі орнынан кесіп алып тастадық. Әрине осы әрекетті ыстық батырмалармен де орындауға болады. Сол ыстық батырмаларды қолдану арқылы бір папкасын орнына қайтарып апарайық. Ерекшелейміз. Пернетақтадан Ctrl-X батырмасын басамыз. Орнына апарамыз да Ctrl-V батырмасын басамыз. Енді осы айтылған әрекеттердің барлығы дерлік файлдарға да тиесілі. Яғни файлдардың аттарында дәл солай өзгерте аламыз. Оларды дәл солай көшірмесін ала аламыз. Бір орыннан екінші орынға кесіп алып орната аламыз. Міне біздің текстік документіміз бір папкасының ішіне орнатылды да, бастапқы орнында енді ол жоқ. Сондықтан сіздің көрген әрекеттеріңіздің барлығы дерлік файлдарға да жүреді. Алайда файлдарды құрудың жолы сәл өзгешелеу. Кез келген файл көп жағдайда өзінің бағдарламасымен қатар жүреді. Яғни белгілі бір файлдар белгілі бір бағдарламаның көмегімен орындалады. Мысалы, көбімізге белгілі Microsoft Word, PowerPoint, Excel бағдарламаларының өзіне сәйкес файлдар бар. Оларды құру үшін сәйкес бағдарламаны ашып, файл құруға болады. Немесе ол бағдарламалар сіздің компьютеріңізде орнатылған болса, онда келесідей әрекет істеуге болады. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Создать. Пайда болған тізімнен, мысалы, документ Microsoft Word таңдайтын болсақ, бізде бірден бос Microsoft Word документі пайда болды. Демек, сіздің компьютеріңізде жаңадан файл құру үшін сәйкес бағдарламада әрекет жасау керек. Мысалы, компьютеріңізде белгілі бір сурет керек болатын болса, онда стандартты Paint бағдарламасын ашып, өзіңіз қалаған суретті салып, кейін соны сақтайтын болсаңыз, мысалы, оны жұмыс үстеліне сақтайық. Осылай әрекет жасау арқылы сіз компьютеріңізде сурет файлын құра аласыз. Файлдар мен папкалерге қатысты айтылмаған бір-екі маңызды мәселе бар. Осы жаңа ғана салған суретімізді біз өшірейік. Удалить. Ол жоқ болып кетті. Алайда бізде себет бар. Біз өшірген файлдар болсын, папкалер болсын, осы себетке түседі. Себетті ашып көрейік. Байқап отқандарыңыздай, біздің жаңа папкамыз және де жаңа ғана салған суретіміз осы себеттің ішінде. Біз осы себеттің ішіндегі объектілерді толығымен қайтарымсыз өшіріп тастай аламыз. Мысалы, новая папканы таңдап, осы себеттің ішінен удалить деген пәрменді таңдайтын болсақ, онда ол еш қайтарымсыз біздің компьютерімізден өшіп кетеді.
бізден бұндай әрекетті растауымызды сұрап отыр. Папкамыз өшті. Енді оны стандартты тәсілдердің ешқайсымен біз қайтарып ала алмаймыз. Ал мысалы біздің суретімізге келетін болсақ, оны восстановить десек, яғни ол қайтадан өзінің тұрған орнына қайтып келеді. Өшірудің тағы бір жолдары бар. Ол пернетақтадан delete батырмасын басу арқылы. Көргендеріңізде мен delete батырмасын басқан кезде біздің суретіміз қайтадан себеттің ішіне келіп түсті. Өшірудің және бір жолы бар. Ол бірден қайтарымсыз өшіру. Ол үшін shift батырмасын басып тұрып, delete батырмасын басатын болсақ, бізді әрине бұл әрекетімізді растауымыз сұрайды. Өйткені көріп отқандарыңыздай безвозвратно, яғни біз файлды қайтарымсыз өшіріп тастаймыз. Қазір растасам, бұл файл себетке түспейді, бірден жойылып кетеді. Файл жоқ, және ол файл біздің себетте де жоқ. Енді ерекшелеу мүмкіндігі арқылы біз аталған әрекеттерді бірден бірнеше объектіге қолдана аламыз. Мысалы, бүкіл папкалерімізді белгілеп, үшеуінде белгіледік. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, переименовать дейтін болсақ, және де бір қарапайым атау берейік. Папка. Бірден үшеуінің де аты өзгерді. Дәл сол сияқты барлығында таңдауға болады, бірақ белгілі бір деңгейде жүйелік болу үшін, мысалы аудио файлдарға бөлек атау беретін болсақ, оларға аудио деп жазсақ, бірден екеуінің де аты өзгертіледі, әрқайсына сәйкес номер беріледі. Дәл солай, осылай бірнеше файлды көшіруге болады. Бірнешеуін таңдап, компьютерімізден өшіріп тастасақ болады. 3 файлды алдында өшіріп тастадым. Себетті ашатын болсақ, 3 файлымыз себетте тұр. Және де осы сабақтың басында танысқан барлық операцияларды істеуге болады. Файлдармен атқарылатын тағы бір өте қызықты әрекет бар. Оны ярлык дейді. Яғни, қазақша айтатын болсақ, сілтеме деп аударуға болады. Біз өзіміздің файлымызға белгілі бір сілтеме жасап қоя аламыз. Мысалы, біздің қазір осы файлдарымыз, папкаларымыз белгілі бір мекен-жайда орналасқан. Яғни, ол біздің компьютеріміздегі D дискісінде, және де сол D дискісіндегі компьютерлік сауаттылық курсы деген папканың ішінде орналасқан. Мысалы, мен аудио файлымыздың ярлыгын жұмыс үстеліне жіберейін. Мысалы, рабочий стол создать ярлык дейді. Міне, жұмыс үстелінде аудио файлымыздың сілтемесі пайда болды. Яғни, бұл біздің файлымыз емес. Бұл тек қана біздің файлымызға сілтеме жасайды. Ол арқылы не істеуге болады? Біз ол арқылы файлымызды аша аламыз. Яғни, осының сілтемесін 2 рет шіртетін болсақ, біз толыққанды файлымызды аша аламыз. Алайда, сілтеме ол файлдың өзі емес. Бірақ соған ұқсас әрекеттер жасауға болады. Яғни, оның сілтеменің атын өзгертуге болады. Бәрібір бұл сілтеме жұмыс істей беретін болады. Және де сілтеменің атын өзгеруі біздің файлымыздың атын өзгеруіне алып келмеді. Сол сияқты сілтеменің өшірілуі де біздің файлымыздың өшірілуіне алып келмейді. Мысалы, мен қазір сілтемені өшіріп тастасам, файлымыз орнында қалады. Міне, сілтеме себетте орналасқан. Сілтемені қайтадан қалпына келтірейік. Себетті жаба тұрайық. Сілтеменің өзі бола тұра, алайда сол сілтеме байланысып тұрған файлдың өзі болмаса, онда сілтеме жұмыс істемей қалады. Ол үшін біз файлды компьютерімізден өшіріп тастайық. Енді сілтемемізге барып басып көрейік. Біз қателік алдық. Яғни, осы сілтеме, өзі сілтеме жасағысы кеп тұрған объектісі біздің компьютерімізде табылып тұрған жоқ. Енді не істей аламыз? Бізде бірнеше амал бар.
біз өшіп кеткен файлды қалпына келтіре аламыз, немесе осы сілтемені, яғни ярлыкты өшіре аламыз. Сілтемені өшіретін болсақ, енді бізде ештеме жоқ. Бір қарағанда түсініксіз қызмет болып көрінуі мүмкін. Алайда сіздің жиі қолданатын папкаңыз өте бір тырнақшаның ішінде айтқанда алыс мекен-жайда орналасатын болса, яғни сіздің компьютеріңіздің ішіндегі бір дискіде, оның ішіндегі бірнеше папкалардың ішінде, және де сіз ол папкамен жиі қолданатын болсаңыз, ең қарапайым жол, сіз сол папканың сілтемесін жұмыс столыңызға қойып қоясыз да, бірден сол папкаге соның сілтемесін шерту арқылы кіре аласыз. Файлдар мен папкаларға қатысты негізгі ақпарат осы. Барлық ақпарат түсінікті болатын болса, келесі сабаққа өте беріңіз.